Досым, осы видеоны соңына дейін қарап кет. Менде маңызды жаңалығым бар саған айтатын. Қысқасын айтқанда, ішім пісті. Ол күннің бір неңесі болды. Мен үйде ұйықтап жатырдым. Бір кезде будильник соғылды. Сағатқа қарасам 12 болып қалыпты. Бүгін что-то ерте ояныппын. Бүгінге жалпы өзіне план. Дәптерімді ашсам бүгінге планым жоқ екен. Не істерімді білмей мен бірден досыма соқтым. Досыма далаға шығасың ба деді. Ол иә деп маған келді. Бастамасы жаман емес. Біз екеуміз далада жүрдік. Әрі жүрдік, бері жүрдік. Ішім конкретно пісті. Тек қана ішім емес, үйімдегі тамақ пісті. Досым екеуміз тамақ жеп алдық. Мен оған іш пісқанда не істеу керек деп сұрадым. Ол маған тұз жалау керек деді. Біртүрлі емес пе? Хотя көріп қарау керек еді. Мен тұзға қарадым. Тұз маған қарады. Екеуміз бір-бірімізге тікелей көз үзбей қарап тұрдық. Бірінші қадамды мен жасадым. Шашка мен бүрже. Бірінші қадам мен жасадым. Тұрдым, жүрдім, алдым, қолыма септім. Ал досыма бәрібір. Мен тұзды жалап көрдім. Нормально, но маған керек емес екен. Әлі де ішім пісіп жатыр. Сөйтіп жүріп досыма компьютерлік клубқа барайық деп ұсындым. Бардық. Екеуміз CS:GO ойнауды шештік. Қазір көңіл күйімді көтеремін ау деп ойладым. Бірақ досым мені ұтай берді. Бірлеп, екіні тұтты. Үшті, қой мынау бас ауыртады екен көңіл күйдің көтердің орнына. Мен қатты бақырдым. Соң кесірінен мені компьютерлік клубтан шығарып жіберді. Досым компьютерлік клубтан шығып маған күле бастады. Тұз жалағаным дұрыс болған еді. Қысқасын айтқанда, ішім пісті. Барлық әлем прикольшіден сәлем. Досым, егер сен осы моментке дейін қарасаң, сен красавчиксің, өйткені сен видеоны до конца қарап отырсың. Егер видео жатса, осы видео лайк басыңдар. Ал менің жаңалығым сендерге, мен енді видеоларды жұма сайын шығарып тұрамын. Иә достар, мен жұма сайын шығарып тұрамын видеоны. Себебі мен қысқасын айтқанда де рубриканы бастадым каналға. Егер сендерге осы рубрика ұнаса, өтінемін, лайк басып кетіңдер. Лайк деген маған мотивация болады. Сосын комментарийға өз ойларыңды жазып кетіңдер. Дәл осы сияқты видеолар қарасаңдар, мен деген сендерге тырысатын боламын, ал сендер маған лайк басыңдар жай ғана. Рахмет. Пока-пока, чао. Назарларыңызға рахмет.